бір әлім адам жапанда келе жатып, аяқ асты үлкен тасқа аяғы сүрініп қалып, жығылып қалады да ойлайды. Бұл тас адамдарға зиян келтіретін тас екен. Жолдан алып тастайын деп шешеді. Сол ойымен тасты көтеріп еді, астынан бір сандық шықты. Сандықты ашып қалып еді, ішінен бір жылан шығып, мен сені шағамын деп әлімге ұмтыла кетеді. Әлім адам сонда, мен сені тар қапастан, қараңғы жерден шығардым, жақсылыққа жамандық бар ма дейді. Жылан айтады, бар деп. Әлім айтады сонда, олай болса, біреуге жүгінейік, төрелігі саған тисе, шағарсың мені. Жылан да бұл сөзге тоқтап, екеуі келе жатып, түйеге жолығады. Түйеге бұлар іс жайдың мәнін айтып еді, сонда түйе айтады, жақсылыққа жамандық бар. Не үшін десеңіз, мен адамдардың қаншама ауыр жүгін, мүлкін тасып қызмет істесем де, адам қай уақытта да шамамнан тысқары жүк арттырады да, жүре алмасам ұрып соғады деп ренжиді. Жылан мұны естіп, әлімнің мойнына бір оралады. Әлім мен жылан ары қарай жеміс ағашына келеді де, мән-жайды айтып береді. Сонда жеміс ағаш айтады, жақсылыққа жамандық бар. Неге десеңіз, менің жемісімнен қаншама адам күн көріп, пайдаланып тұрса да, жемісімді жан ауыртпай, қолымен алмай, түбімнен қат тұрып жемістерімді жерге түсіріп алып жейді дейді. Мұны естіген жылан әлімнің мойнына тағы бір рет оралып алады. Онан кетіп екеуі енді бір итке жолығады. Итке мән-жайды айтып еді, ит оларға, жақсылыққа жамандық бар. Мен иеме қанша күн ұйықтамай, мал-мүлкін күзетіп қызмет қылсам да, мені қартайған шағымда таяқпен ұрып көшеге қуып жіберді дейді. Жылан әлімнің мойнына және бір оралып алып, ысылдап, енді мен сені шағамын дейді. Әлім сонда, енді тағы біреуге жүгінейік, төрелігі саған тисе, шаға бер дейді. Сонан екеуі бір топ ойнап жүрген балаларға келеді. Ішінде бір бала әлімге сәлем береді. Әлім сәлемін алып, сол балаға істерін айтады. Бала естіп болып, ай ата, бекер сөйлейсің, мына кіп-кішкентай қолдишаға мойныңдағы 3 оралған әп жылан сүйеуші ме еді дейді. Сонда жылан ысылдап, бұл сөз рас деп айтады. Сонда бала тіпті сенбейді. Бұл сөзге көзбен көрмей, кісі сеніп болмас деп, бала да қоймайды. Сонда жылан баланы сендіру үшін иіріліп барады да, мағанағы сандыққа кіріп жатады. Бала сол кезде сандықтың аузын тас еткізіп жауып, әлімге алған жеріңізге апарып қойыңыз деп айтады.